Қалайсыңдар? Ұйқыдан тұрдым да, сразу тамақ заказ бердім. Камерадан қарасам, курьер апай екен. Мне что позвонили, я думала, что никто в город Ой, а вот еще ваши. Иногда же вам чаевые же оставляют, чай. И самый максимум это сколько было у вас? Не знаю, 600, 700, 800, да, по-разному. Давайте у меня пусть будет. Вы не надо, что? Это вам на чай. Нет, спасибо. Нет, это вам. Нет, нормально. Это просто от меня такой подарок. Спасибо большое. Давайте. Сразу мен адамдарды танимын да, жаңа камерадан бүйтіп қараған кезде бір эмоциональный жақсы тәте сияқты екен көрінді да. Мәз болып кеткен шығар енді. Бір мәз қылдыратын бар да иә. Бірақ енді заказ берейін. Айтпақшы ұстастар. Қалайсың? Жақсы. Неге кеш болған кезде далада жүрсің? Футбол ойнағанбыз. Сосын? Болды. 4 сағат футбол ойнадым, 5 сағат. 4 сағат па? 5 сағаттай. Тағы бір 4 сағат ойнай жүрмедім бе сразу қазір? Сол барайын деген мен негізі. Түн болды ғой, түн болды. Как раз түн болып, ары қарай уже таң атқан кезде асықпай келетін ең ғой, үйге қарай. Қазір негізі балалар көп қой. Сонда қазір таңға дейін футбол ойнау мода болып жатыр ма? Таңға дейін? Жоқ, таңға дейін мода болып жатқан жоқ. Айтау тағы, не жаңалық болып отыр? Өміріңде жалпы, жеке өміріңде. Жаңалық па? Қыздар не болып жатыр? Скоро каникул. Сосын... Қыздар жағы қалай болып жатыр, қыздар жағы? Дым болып жатқан жоқ. Қыздар жағы? Дым болып жатқан жоқ. Бір қыз тастап кетіп едің ғой, солға жылап жүрген жоқ па жазып? Тілек шашым май болып тұр ма? Я көрініп тұр ма екен? Қаншалықты көрініп тұр? 80% көрініп тұр. Кішкене анда, бүйтіп кішкене сықсаң ана ол. Сковородкаға бүйтіп май болып, сосын ана картошка қуыратындай болып тұр ма? Дәл солай болып тұр. Кәмір, так, енді шаш қалай болып тұр? Кайф болып тұр ғой. Точно кайф болып тұр ма? Точно. Вот, короче, қазір мынандай видео түсіреміз. Типа, мен саған дейін ешқандай балаға өйтіп ұзақ уақыт қарамағам, памперсін ауыстырып, сүт беріп, тамақ беріп, шығып қойса бүйтіп влажный салфеткамен сүртіп, ешкім бүйтіп қарамағам. Мен сізге дейін андай қатты таяқ жемеген. Мен саған дейін кішкентай бір очкаң болса, қандай кайф екенін білмедім. Мен сізге дейін бұндай правиласыз, правила қойып жүрмеген, Қандай? Мен саған дейін ешқандай балаға қатты етіп нервің кетпеген. Ей, мынаны істемесей, неге аяғын сасып жатыр? Деп, ондай болмаған. Мен сізге дейін... Сізде бар ма? Жоқ, айтар. Сізге дейін андай шетелдерге көп шығып көрмеген, Дубай дегенде мысалы. Дубайға шығып көрмеген. Мен саған дейін үйдегі бүкіл заттардың бәрін мен істейтін бұрын. Ыдыс жуып, пол сүртіп, сондай. Өмір мен істейтін. Сізге дейін бірінші айфонды алмаған. Мен саған дейін үйге келген кезде өмір ашып пысадым. Мен сізге дейін болғанда, мен сен туылғаннан бері қасында жүрмін ғой. В общем, мафия ойнауға шығып баратырмын. Қып-қызыл болып барба қойын деп жатырмын. Сонда киіп жатырмын. Қызық болады ау қазір. Шалбар таптың ба, Тілек болсай? Сразу нас убили. Почему? Біз на мой концерт. Кресло выпало сразу. Телефонға кіріп кеттім ана на секунд, 20-30, и все начали уже на меня. Просто сөйлемей қалдым в моменте, и там реакция кетті. И то, что көзбен бүйтіп қойғанға тоже, опять же, странно это очень. Просто это было, я подумала. Просто жаңа ғана маған. Біздің комнатаға мисс кіріп кетті. Қайырлы күн баршаларыңызға, қалайсыздар? Қалайсың, Мұстафа? Оля! Оля! Бригадирлар жүрміне. Сол бүгін осылай қызықты көңілді болып басталсын старыс. Осы үш жігіттің достығына таң қаламшы. Бірде тату, бірде ашу. Негіз жалпы бір-бірлеріңе деген ара қатынастарың қалай? Нормально ма? Бізде бәрі шүкір жақсы. Бұйыртса алдағы уақытта сен сияқты дәулер талдырамыз.
қаралар тайпасының арманы мені талдыру екен. Көрейік. Үшеуің жабыласыңдар ма, бір-бірден келесіңдер ме? Ойланып алыңдар. Өзі біреу жоқ, сендерде қатысым жоқ дейді. Біреу кетіп барады. Екеуі қалды. Че там? Арабтықтар керек емес бізге. Қазақтармыз. Достықтарың мәңгі болсын, және түсіндім сендерді. Давайте. Баршаларыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Біз деген қазір тағы да шықтық. Бүгін де барахолкаға посуда алуға бара жатырмыз. Көбісі айтты, Байсатта деді. Посуданың бәрі. Хотела пример, білемші. Қайырлы кеш бұршоларыңызға. Ұйқымыздан тұрдық. Зәнім. Ұйықтап тұрды өзі, ұйықтап тұрды. В общем, үйдеміз, погода күшті болып тұр. Жаңбыр жауып жатыр, прям таза болып қазір шығу керек. Аңсар видео бердім, как раз енді таза ауа шығарамыз. Енді қазір менің көбінше аудиториямда мама. Баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Ораза қабыл болсын. 15 күні де зуылдап өтіп кетті. Сәл шыдаңыздар, 15 күн қалды. Қазір біз Талғарға жол тарттық, Ауызашарға. Сол, кештеріңізге сәттілік. Ұрпақтар нәсіп етсін. Жалпы мешітке келіп рухани күшті болып тұрмын да. Ішке кіргендегі бүкіл нәрселер жалпы жиі келіп тұруды нәсіп етсін баршамызға. Және де мені таңғалдырған мына жердегі қалың қыздар, хиджабтағы құранға түскен қыздар екен. Жаңа намаз оқып шыққанға дейін бір-екі машалла қыздар көрдім да. Оқтышқалар. Егер де стористі көріп тұрған болсаңыз, көзбе-көз түсіп қалатыңыздар. Жазыңыздар десе. Әрбір бойдақ жігітке қайырлы жар нәсіп етсін. Және тұрмыс құрмаған қызға қайырлы жар нәсіп етсін. Екі дүниеде де қайырлы болатын. Бойдақтар үйленсін, еліміз өсіп өркендей берсін. Аллах тағала баршамыздың қадірліктерімізді қабыл етсін. Мамам кетіп баратыр. Ұтылдым. Енді не істеймін? Мамам кетіп баратыр. Че там? Қызың мис болды. Келдің да қызыңды мис қылып жібердің. Құдайға күндіз-түні тілеп. Айттым, сен келмегенде Қарағандыда отырып тілегеніңді. Мис боламас бедің. Зато жанымда отырып, дистанционный тілектер қабылданбауы мүмкін ғой. Қасымда отырып тіледің. Онлайында. Зато қабылданып кетті. Қызың мис қылып, шүкір Аллаға. Мамам енді үйіне қайтып бара жатыр. Жай ғазиза болып келіп едің, мистің мамасы ғазиза болып қайтып барасың ал. Сол мамам пойызы келді. Пойызға отырғызып жіберіп кетіп барады. Қалай барамыз? Екінші жолға қалай айтсаңыз.